Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер итальян халқының ұлттық тағамы лазаньяны даярлайтын боламыз. Лазаньяны даярлау жолы үй жағдайында өте жеңіл, оңай әрі тез даярлайтын түрін әзірлейміз. Оған алдын ала жуылып тазаланған қызанағымызды, жуамызды, түрлі түсті болгар перецін әзірлейміз. Оларды кубик қылып турап, алдын ала кубик қылып турап аламыз. Содан кейін қазанымызға шағым майымызды қойып, жуамыз салып, әбден қызарғанша қуырып аласыздар. Сол қызарып қуырып алғаннан кейін үстіне фаршымызды саламыз, тартылған етімізді. Ол сиыр еті болса, өте дәмді болады. Содан кейін тұз саламыз, тұзды көп салмаңыздар. Неге десең, біздер бұған ірімшік қосылатын болғасын, ірімшіктің өзінің тұзы болады. Оған паприка, орегано, розмарин, қара бұрыш саламыз. Паприканы салатын себебіміз ол қызыл реңк береді, әрі дәм береді. Қызыл реңк беріп, дәм беріп тұратындықтан оны молырақ салса жақсы болады. Кез келген тағам түріне, етті тағам түріне, тауықтың еті болсын, индуктың еті болсын, күрке тауықтың, қойдың еті болсын, бәріне осы орегано қосса, өте әдемі түс береді. И дәмі де жақсы болады. Сосын томат қосамыз. Бұл негізі біздер алдын ала болоньезе деп аталатын соустың түрін әзірлеп жатырмыз. Болоньезе. Бұл содан кейін біздер қызанағымызды қосамыз, 10 минут тағы да бұқтырамыз. Қызанақты қоспастан бұрын біздер 20 минут бұқтырып аламыз. Содан кейін барып қызанақты қосып бұқтырдымыз. Сосын соңынан болгар перецін қосып 10 минут бұқтырып аламыз. Сол аралықта біздер лазаньяға арналған өзінің қамырын қайнатып аламыз. Лазаньяға арналған қамыр болмаса, жаймадан да жасауларыңызға болады. Арзудан да жасауға болады. Арзудан әдемі шығады. Содан кейін өзім формамызға қамырымызды жайып алып, үстіне етімізді жайып, одан кейін ірімшігімізді жайып, сосын сливки болса, сливки, клейги деп аталады, соны қосуыңызға болады. Ол үшін сливкиге біздер крахмал қосамыз. Сондықтан сіздерге міндетті емес, оны қоспасаңыздар да болады. Сосын ірімшік төсегеннен кейін қамырды бір слой тағы жайып шығамыз. Содан кейін болоньезімізді саламыз. Болоньез салғаннан кейін, жайып жұқалап салғаннан кейін ірімшігімізді тағы да төсеп шығамыз. Сосын клейгиімізді құйып шығамыз. Клейгиге крахмал қосуыңыз керек, араластырып. Сосын ірімшігімізді жайып шығамыз. Бұл жерде тағы да айта кететін жері, сливкиді қоспасаңыздар да болады. Міндетті емес, сливки жоқ болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Ірімшіктің өзімен бана тұзды аз сал деп тұрған себебім, сол ірімшік ерігенде тұзы бөлінеді. Сондықтан аз салыңыздар. Осылай 3-4 рет слой жасап төсеп шығасыздар да, ең соңғы бетіне тағы да ірімшікті түгелінен жайып шығамыз. Ірімшігін түгелінен жайып шығып, 20 минутқа қызып тұрған пешке қойып аласыздар. Мұны піскен түрі. Ас болсын, дәм. Тағайындап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып, өте жеңіл даярлайтын тағам түрі болады.